Сәлем достар, мен өзімнің басынан кешкен оқиғамды бүгін сіздерге айтып берейін деп отырмын. Біз өте бай болдық. Менің әртүрлі қызметшілерім болды. Біреуі менің нянкам болды, біреуі менің аспазшым болды. Менің достарым әрине болмады, бірақ мен ең керемет мектепте және ең керемет тамақтар жеп, ең керемет үйлерде тұрдым. Бізге анам жыласа болды, маған түрлі сыйлықтар алып беретін. Туған күнімде достарым өте көп келмейтін, өйткені менің достарым жоқ. Менің ата-анам өте жұмысшыл адам, бірақ менің ол қызметшім деп бола алады. Менің аспазшым өте керемет. Мен қалаған бутиктеріме барып, қалаған киімдерімді ала аламын. Өйткені менің ақшам көп. Мен сөйтіп, әкем маған қалаған киімдерімді, қалаған ойыншықтарымды, қалаған сыйлықтарымды алып беретін. Бір күні әкеме біреу хабарласып, сіздің бизнесіңіз тоқтайтын болды деп айтты. Әкем әрине оған қатты ашуланды. Біз экиэтажный үйімізді сатып жібердік. Сатып жүргеннен кейін қарапайым қонақ үйге, 2 бөлмелі қонақ үйге келдік. Әрине қонақ үй ескі болды, бірақ біз оны өзіміз жаңартамыз деп шештік. Ата-анам менен айырылды. Яғни мен ата-анам маған көп көңіл бөлмейді. Енді мен өзімнің жалғыз тамақ істейтін болдым. Ата-анам жұмыстан кеткен кезде мен өртеп алам немесе шикі болып шығатын. Мен жай қарапайым мектепке баратын болып шештім. Содан кейін оның тамақтары да өте жаман болды. Мен күндегісі сабақта апайдан 3 естіп 2 алатынмын. Ата-анам әрине оған қатты ашуланатын, тіпті маған қатты айқайлайтын. Сондықтан мен өзімді бір күні қатты жыладым де, қатты ата-анама ренжідім. Бірақ мен ата-анама ешқашан ренжімеймін деп өзімді қолға аламын деп шештім. Және әкем жақсы жұмысқа кіріп менеджер болды. Содан кейін менің ата-анам жұмыстан шығып, және маған дос тапты. Менің досым өте керемет. Ол маған сабақ оқытып үйретті. Мен бәрін үйреніп алдым. Дәл солай мен үздік болдым. Ата-анаммен мен енді бақыттымын. Не кедей емеспін, не бай емеспін.